саламатсыздар. Армысыздар. Отбасы құру бойынша группаға кіріңіздер, WhatsApp-қа. Бәрі сілтеме астында болады. Атым Тимурлан болады. Жасым 23-те. Ақтөбеде тұрам. Туғаннан бері. Руым Табын. Табын ішінде Қаражан. Ең жақсы қасиетім ол осы жүрек бойынша адамды сезем. Егер адам қиын сәтте болса, оған әрдайым осы барынша өзім қандай күшім болса, оған көмек көрсету. Өйткені мен адамға жалпы ол қайғы болған кезде оған қатты әсер бергім келеді. Мысалға, қандай да болсын, әсер болсын, жақсы болсын, жаман болсын. Бірақ барынша қазақылықты сақтанамын. Өзіме ұнайды да, өйткені әрбір адамдар осы саналы түрде келу керек та, ол тақия киюді. Мен өзім саналы түрде кидім, өйткені ұнайды өзіме. Ютубта ол тек қана адамдарға жайлылық беру ғой. Ол енді пафос түрде болуы мүмкін, бірақ менің нағыз өзімді көрсетемін. Сол нағыз өзімді көрсетіп, адам өзі, білесіздер ме, жалпы өзің депрессия көп, ондай депрессия, қайғылық көп. Ал өзім пафоссыз, өзім қандай тұрым, қандай өзіммін, адамдар көрсетіп, барынша жайлық беруге тырысамын. Өйткені өзің қазақ елінің өзінде көп қайғы, қасірет көп. Және де адамдарға олар қиын болады, олар жас сезінеді. Сосын кейбір жігіт пен қыздардың арасында дау-дамай болады. Өйткені өзің гендерлік соғыс болады ғой, білесіздер. Ал жігіттер қыздарға жау ретінде қарайды, қыздар жігіттерге жау ретінде қарайды. Әйелмен егер оған жайлы болса, өйткені білесіздер ғой, егер әйел өзін жайсыз сезінсе, камерада әрбір адам өзін мен сияқты жайсыз көруі мүмкін. Ода деп кішкене қобалжып мүмкін. Сондықтан егер әйелім жайлы болса, барынша оны жайлы тұрсам, енді ол камера, оны қорықпа, ондай әрбір блогер енді қиын, әрбір адам шыдай алмайды. Бірақ сонша барынша әйелімді жайлы қылдырам. Білмеймін, әрбір қыз өзінің әрекеті болады. Сол әрекетке қарай ол өзінің жарын табады. Ал егер мен өзім білмеймін, бірақ өзімнің қуатыма өзім соғылмайды дейді ғой. Бірақ жан тапса, жаны келіп тұр, өзі жайлы болып тұр. Әрдайым маған жайлы болса, мен әрине қабыл аламын.